бір жігіт жазыпты. Мен бір досым бар дейді, бірге оқыдық орта мектепте. Білімі де орташа болды, менікі сияқты сол үшке оқыдық дейді. Көп сөйлемейтін адал жігіт дейді. Қазір де орташа тұрады, жанұясы бар, бала шағасы бар дейді. Мен бірақ ИП ашып кішкене көтеріліп алдым. Техника да бар, қаражат та бар. Бір нәрсеге таң қаламын дейді. Ойлап отырсам, сол жігіт менен қанша араласып жүрміз, бір рет ақша сұрап көрмепті дейді. Не басқаша көмек сұрап көрмепті дейді. Содан кейін бір күн таң қалып, әдейілеп бардым дейді. Сен осы менен қанша дос болып жүрсек те түк те сұрамапсың не? Сен немене принципиально сұрамай жүрсің бе өзің деп айттым дейді. Анда мені намыстанып жүрсің бе менен бірдеме сұрауға? Елдің бәрі сұрайды, ақша да сұрайды, техника сұрайды, көмір сұрайды, шөп сұрайды. Сен түк те сұрамайсың менен. Деп ренжідім дейді. Кейде қысылып жүретін көремін ғой дейді. Ол жігіт айтты, жоқ, мен принципиально емес, намыстаным ғана емес, мен жалпы сенен ғана емес, ешкімнен еш нәрсе сұрамауға тырысамын дейді. Немене бар, соған разымын деп. Соны мен айттым дейді, енді тұрмысын жөнде болсаңшы, сұрамасаң, менен сұрамасаң, оны тым құрманы Құдайдан сұрасаңшы, Алладан сұра. Немене сұраймын дейді. Мен айтамын, үй сұра, үйің ескі ғой сенің. Жоқ, мен үй сұрамаймын Алладан дейді. Неге сұрамайсың? Үй аламын дейді. Мен таң қалып бетіне қарадым дейді. Қалай үй аласың? Енді көп адамдар үйсіз жүр ғой дейді. Үйсіз, күйсіз, бала шағасымен қаңғып жүргендер квартирада. Менде басымда үй болып тұр, үй алмай қызармай қалай мен сұраймын дейді. Аға, сен естіп дейді, ана жігіт шын айтып тұр дейді. Қарадым дейді. Екеуміз бірімізге біріміз қарадым, шын айтып тұр дейді. Онда көлік сұрадым деп айттым дейді. Жоқ, көлікте сұрамаймын. Жаман ба, жақсы ма, мен жүгірейін бар. Біреулерде велосипедте жоқ, жаяу жүреді көбі. Соны көре тұра, біле тұра, мен неменеге сұраймын? Қай бетімен сұраймын? Менде көлік бар, тағы да көлік бер деп сұрайын ба? Жоқ, мен сұрамаймын ондай дейді. Мен Алладан ұяламын дейді. Не деген адам деп анаған таң қалдым дейді. Соны сізге айтайын деп хабарластым ғой дейді. Мен айтам, анандай дос, ол достан айырылма. Ақыреттік дос ол. Ақыреттік дос. Ана дүниенің досы емес ол. Бас пайдасы үшін жүрген дос емес ол. Ондай доста айырылма сен. Ол нашар оқыды деп отырсың ғой үші. Ол өте білімді жігіт екен. Аллах тылсым дүниеден оның жүрегіне ілім салып отыр. Ол біз білмейтін көп нәрсені біледі. Жүрегіне қанағат сақ қойған ғой, сабыр сақ қойған ғой оны. Бар, Құдайға шүкір, ондай адамдар. Аллах нәсіп еткен екен бұл жігітке дос болуға. Ондай достан айырылмау керек. Қазір 100 мыңнан біреу, миллионнан біреу кездесетін шығар ондай адам.